Қайырлы күн достар. Бүгін біз балды тортты жасайтын боламыз. Ол үшін бізге сары май, қант, бал және ас содасын жақсылап араластырып газға қоямыз. Газға қойған соң әбден ерігенше араластырып тұруымыз қажет. Болмаса қант еріп астына жабысып қалады. Массамыздың көлемі видеодағыдай жақсылап көпіршіктеніп ұлғаяды. Сол кезде газды өшіріп, кішкене суытып аламыз. Осы уақытта екі жұмыртқамызды жарып, осылай бөлек араластырып аламыз да, жаймендеп массамызға құямыз. Содан соң ұнымызды араластырып, жақсылап қамыр илейміз. Және де жұмыртқамызды құйып және ұнымызды салып жатқан кезде араластырып тұру маңызды. Өйткені сәл ыстықтау массаға салған кезде комок болмаса жұмыртқамыз пісіп кетуі мүмкін. Дайын болған қамырымызды морозильникке целлофанға орап салып қоямыз. 15-20 минут өткеннен кейін алып, оны жақсылап 8 бөлікке бөліп, жақсылап иін қандырып, қайтадан морозильникке салып қоямыз. Тағы да 15-20 минут өткеннен кейін жаңағы массамызды алып, жақсылап жеке-жеке жайып шығамыз. Қалыңдығы көз мөлшермен 2 мм-дей болуы керек. Домалақ формамен болмаса, кез келген домалақ тарелкамен кесіп алып салсаңыздар да, не болмаса екінші варианты шығып пісіп шыққаннан кейін кесіп алсаңыз да болады жан-жағын. Әрбір коржыкты 180 градуста 2-3 минут қана пісіріп аламыз. Енді кремін жасауға кірісеміз. Ол үшін 200 грамм қантқа 400-450 грамм сливкиді құйып, жақсылап миксермен взбивать етеміз. Сливкиімізді, миксерімізді көтерген кезде басынан ағып кетпейтіндей дәрежеге жеткенше взбивать етеміз. Ол шамамен сливкидің түріне қарай 5-7 минут уақытты алады. Содан кейін 150-200 грамм қаймақты салып, тағы да араластырамыз. Сонымен креміміз дайын. Видеода көрсетілгендей миксердің басында ағып тұрмайды. Ендігі кезек тортты жинақтау. Әрбір бөлігін алып, үстіне осылай 2-3 ас қасық кремді құйып, жақсылап жағып шығамыз. Міне осылай видеодағыдай барлық бөліктеріне жақсылап жағып шығамыз. Коржығымызды пісіргеннен қалған бөліктерін жинақтап алып, блендерден өткізіп болмаса қолмен жақсылап майдалап аламыз. Содан кейін дайын болған торттың шет жақтарын және үстін жақсылап әрлейміз. Менің балаларым көп мөлшерде шет жақтарын жеп қойғандықтан, осылай аз ғана сеуіп шығуыма тура келді. Егерде сізде де ешқандай қалдығы қалмай қалса, үйдегі кез келген печеньені үгітіп сепсеңіздер де болады. Осымен тортымыз дайын. Кем дегенде 2-3 сағат холодильникте ұстап, содан кейін барып кессеңіз өте керемет болады. Ас болсын.